көк туым тұғырым, елтаңбам елдігім деп. Біздер байрағымызды тек атаулы күндерде ғана көкке көтеріп мақтан етеміз. Болмаса, бораттай былықтардан кейін ғана бір реттік акция өткізіп, ұлықтап кететініміз тағы бар. Ал жай күндерше, ұлттық нышандарымызды қаншалықты бағалап жүрміз? Біз бүгін осы және өзге де сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Армысыздар, эфирде таразылайық. Ендеше тараздықтардың танымын сіз бен біз бірге таразылайық. Тудың авторы. Шудың авторы? Тудың авторы. Шудың бойындағы ма? Шудың бойында сен іздедім. Жоқ, біздің туымыз, көк туымыздың авторы. Тудың авторы. Кешіріңіз, есімде қалмады. Білемін, бақта есіме шығалмайды. Шәкен. Айтшы бір. Қазір ойым бар, басқа не дедір. Вы не будешь задавать мне эти вопросы. Аға, түсінші, мен военный адаммын, аға. Мен военный адаммын. Шәкен Ниязбек. Ниязбек. Ұмытып тұрмын. Айтшы бір. Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер. Талғат Мұсабаев қой. Талғат Мұсабаев. Тағы бір ойланып көрсеңіз. Кім? Атым қалдым. Ұмытып қалдым. Тоқтар Әубәкіров. Дұрыс. Тоқтар Әубәкіров Қазақстаннан шыққан деп біз кімді айтамыз? Талғатты айтамыз. Тоқтар Әубәкіров. Дұрыс. Так, Мусабаев, наверное. Тағы бір ойланып көрсеңіз. Ну, в СССР же был Гагарин. Так ведь? Ал қазақ ғарышкері? Талгат Мусабаев или как его? Второго как зовут? Тоқтар Әубәкіров. Тоқтар Әубәкіров, да. Тұңғыш қазақ ғарышкері. Тоқтар Әубәкіров. Ғарышкері, тұңғыш ғарышкер, как его? Тілім ұшында тұр. Білетін едім, ұмытып қалдым. Бір жақсы жерім осындайым жамандамын. Елтаңбаның авторы? Елтаңбаның. Ухо. Айтшы бір. Өзіңіз бір ойланып көрсеңіз. Ойланған емес қазір, тура. Шота. Өлім болды ғой. Өлім болды ма. Жүр, қазір ойыма түспей тұр, шынын айтайын. Қазір, мен ойым бар қазір Абайдың әлемінде жүрмін да. Сон өлеңін оқып. Көзінің қарасы. Елтаңбаның авторы, мен енді кәрілдім, жата алмаймын аттарын. Өлім болды ғой. Елтаңбаның авторы бәрін білуі міндетті емес шығар. Елтаңбаның авторын білесіз бе? Мен ұлтым басқа. Қатыстырам осы не... Айтшы бір. Қазақтан шыққан тұңғыш суретші. Қастеев шығар. Мүмкін. Хей, қалқамай! Сіздер Қастеевті айтасыздар. Нет, білмеймін. Жоқ, Ойланып көрсеңіз. білмеймін, точно. Әбілхан Қастеев. Өте дұрыс. Тұңғыш қазақ суретшісі. Оны білмейді. Тағы бір ойланып көрсеңіз. Есіме түспей отыр суретші. Суретшісі? Ты что такое? Не айтты? Честно, не знаю. Позор. А чё позор? Жаман айтты. Құрметті көрермендер, сауалнамадан байқағандарыңыздай, жамбылдықтардың жауабы осындай болды. Сөз соңында еліміздің егемендігін білдіретін елтаңбамыз еңселі, туымыз тұғырлы болсын дегіміз келеді. Келесі кездескенше.